Мүгедектердің мүмкіндігін арттырып, тағдырдың тәлкегіне ұшыраған талай жанға деме болған Деме қоғамдық бірлестігі 8 жылдан бері игі істермен айналысып келеді. Бүгінде 800-ден астам келуші 8 түрлі үйірмеде қызметкерлерден көмек алады. Ұйымның өзгелерден ерекшелігі сол. Мұнда деме іздеп келген жан тек көмек алып қана қоймай, мүмкіндігінің шектеулігіне қарамастан қоғамның толыққанды мүшесі ретінде қызмет етеді. Сүйікті ісін табыс көзіне айналдыра алады. Деме мүгедектер қоғамдық бірлестігінің тігін цехы өткен жылы көктемде өз жұмысын бастаған болатын. Аз уақытқа қарамастан онға тарта мемлекеттік тапсырысты жүзеге асырып үлгерді. Аурухана, емхана, асханаларға арнап төсек орын жаймаларын, халат, өзге де тапсырыстарын тігіп берді. Мұндағы 9 тігіншінің 5-еуі мүгедек жан. Сонымен қатар зейнеткерлер де бұл жерден кәсібін тапқан. Олардың демеуліктерге алғыстан басқа айтары жоқ. 1978 туған, инвалидсіз детство. Осы қамқорлыққа ризамын, осындай цех ашып, осындай біз сияқты адамдарды жұмыспен қамтып жатқанына мыңда бір алғыс айтам. Қуаныштымын, что бізде жұмыс табу қиын ғой қазір. Осындай жұмыс барына үйде отырғаннан қарағанда жұмыс коллектив жақсы, үйде 4 стенаға қарағанда көпшіліктің ортасында. Что білесің, что живешь, өмір сүріп жатсың, ынталанасың, әйтеуір жұмысқа бару керек дейсің, таңертең тұрасың. Құлшыныс бар өмірге деген. Би биік өнер, ол әлемнің рухани елшісі. Ескелді аудандық қоғамдық бірлестікте би үйірмесі де бар. Алайда мұнда келушілер тек қолмен ғана қимылдауға мәжбүр. Дене бітімінің кемістігіне қарамастан биік белестерді бағындырып жүрген бишілердің бірі Қанат Нұғманов. 29 жасар жігіттің арбаға таңылғанына 8 жылдан астам уақыт болған. Қимыл қозғалысы қиын болғанмен, өмірге деген құлшынысы зор. Демеуліктердің берген демі бойындағы өнерді дамытып, қайғыдан арылтты дейді Қанат. Жақында Алматы қаласында өткен республикалық спорттық би чемпионатынан жүлделі 2-ші орынды қанжығасына байлап, олжалы оралды. Үйде отырмау, жаңағы өз-өзінде нетпеу, жаңағы себя не потерять там. Орын аласың, ел көресің, жер көресің, басқадындай нелерге де осындай отырғандарға не бересің, жаңағы сияқты бір сила бересің да енді өйткені өздеріне қалып қалған может. Деме қоғамдық бірлестігі облыс бойынша алғашқылардың бірі болып, ипотерапия әдісімен сал ауруына шалдыққан балаларды емдеуді бастады. Бұл әдіс жүйке жүйесі зақымданған науқасты жылқы малының көмегі арқылы емдейтін медицинаның бір саласы. Қыс кезінде балалар емдерін бассейнде жалғастыруда. Қазір мұнда 16 жасқа дейінгі 20-дан астам мүмкіндігі шектеулі жеткіншек келіп жүр. Олар сонымен қатар жаттығу залында спортпен шұғылдана алады. Қимыл қозғалысы кем 1-ші топтағы мүгедектер үшін ұйым тегін инватакси қызметін ұсынып отыр. Олар аудан бойынша 2 көлік тасымалдайды. Ұжымның басты мақсаты да сол. Қоғамнан оқшауланған азаматтардың мүмкіндігін арттыру, соларға қызмет ету. 2007 жылы тромб артерия деп нетіп, аяқтан айырылған соң, 2008 жылы өшіре тұрып жатқан соң азаматтар келіп, шығып маған, аха енді сенде осындай оқып қалдың ғой, енді осы ашсақ қайтеді. Осы өзіміз сияқты азаматшаларға дем беру үшін, демеп кету үшін түрткі болайық, содан демеу деп аталдық. Біз ақырғы кезде көңілімізді көбінесе менталды ауру жүрген балалар, детский церебральный паралич дейді, көбінесе біз бірінші, 2-ші топтағы мүгедекке көңілімізді бөле бастағанбыз. Біз көбінесе елбасының жаңағы саясатына байланысты, әлеуметтік саясатына байланысты ауыл аймақтарға көп көңіл бөлу керек деген соң, біз бірінші болып осы Алматы облысында жаңағы Бақтыбай ауылынан шағын 16 бөлімшесін аштық. 4 жыл болды жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде жаңағы 20 шақты балалар айланысады, 24 баламыз. Оның ішінде жалғыз ғана мүгедек емес, көп балалы отбасынан балаларымыз бар. Одан кейін ауыр отбасылары болады ғой, жаңағы дұрыс емес отбасы деп айтсақ болады. Солардан балаларды қосқанбыз.
Демеу тек мүгедектерге ғана емес, сонымен қатар зейнеткерлерге де көмек қолын созуды үйлестіріп келеді. Мұнда 2 жылдан бері оларға арнайы сауықтыру үйірмесі жұмыс жасайды. 20-дан астам қарабұлақтық зейнеткер аптасына 3 рет білікті маман жетекшілігімен спортпен шұғылданады. Пайдасы денсаулықтарының оңалуы дейді. Мне очень нравится. Все-таки возраст уже большой, и дома никогда так не сможешь размять свои мышцы, как здесь. Здесь очень хорошо, мы занимаемся, у нас здесь и дыхательная гимнастика, и силовая немножко гимнастика, потому что мы занимаемся с гантелями, и занимаемся цигун у нас все. В общем, очень нравится. Ходим сюда с удовольствием 3 дня в неделю, 2 часа, занимаемся с удовольствием, уходим с хорошим настроением и приходим с хорошим настроением, потому что нам всем здесь нравится и общение, и занятия физкультурой, занятия дыхательной гимнастикой. Ну, в общем, почти 2 месяца занимаюсь, я себя чувствую лучше, чем было раньше. Ұйым мүмкіндігі шектеулі жандардың азаматтық ұстанымдарын нығайту мақсатында әлі де түрлі шараларды жүзеге асырмақ. Демеуліктерден демеу күткен әрбір жан бұл жерден жүрекке жылу, денеге шипа, көңілге асқақ рух табады. Самал Ашырбекова, Баян Шаянбаева, Асхат Шынобаев, оқу телестудиясы.